Әр елдің, әр ұлттың өзіне тән сәлемдесу салты, амандасу әдебі бар. Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін қазақтың амандасу әдебіне байланысты, нақтылап айтсақ, қазақтың тіліне байланысты бір тақырыпты қаузағымыз келіп отыр. Себебі осыдан 2-3 күн бұрын бізге оқырман болып жүрген бір азамат маған телефон шалып, сіз неге ассалаумағалейкум деп амандаспайсыз, неге армысыз деп тәңіршілдердің сөзін қолданып жүрсіз деген уәж айтты. Оқырманымыздың бұл сөзі бізге біраз ой салды. Әрине, біз бұл сөзді бірінші рет естіп тұрған жоқпыз. Бұл туралы талай жерден естіп те, көріп те жүрміз. Керек десеңіз, осы мәселе жайында арнаулы мақалада жазған болатынбыз. Сондықтан бүгін Көкейтесті каналында осы тақырып жөнінде сіздермен қысқаша ой бөлісе кетуді де жөн санадым. Өзек қуа ағады, өзен судың сағасы, алыстан сәлем береді, әдепті елдің баласы деп Бұхар жырау айтқандай, қазақ салты бойынша кездескен адамдарға сәлем беру, амандасу адамдықтың, әдептіліктің өлшемі саналады. Қазақ жосынында жасы кішілер жасы үлкендерге алдымен сәлем беріп, ізет көрсетсе, үлкендер жағы қайыра есендік сұрап ризашылық білдіреді. Алыстан жолаушы келсе, алдымен ауыл ақсақалдарына амандасып сәлем береді. Кейде алыстан келген жолаушыға ақсақалдардың өзі амандасып келетін дәстүрде бар. Бұған алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал арнайы келіп сәлем береді деген қанатты сөзіміз айғақ. Араздасып қалған ағайынды жақындататын да осы сәлем. Дүрдараз болып, әлденеге бұртиысып қалған екі жақтың бірі сәлем берсе, екінші жақ сәлем алуға міндетті. Егер алмаса, қазақ оны сәлемге де тілі келмеді деп айыптап, сәлемнен үлкен емессің деп қатаң ескерту жасап отырған. Ибалы қазақ әйелдері үлкендерге шаңыраққа иіліп сәлем салса, оған үлкендер жағы көп жас айналайын, өркенің өссін, ұлтап, тәңір жалғасын деп ықыласын беріп жатады. Кейде көп уақыт кездеспеген адамдар өзара қауқылдасып, құшақтасып амандасады. Қазақ әйелдерінің арасында алыстан келген, көп уақыт кездеспеген таныс біліс туыс туғандарға дауыс айтып, көріс айтып амандасатын дәстүрде бар. Мұны қазақ жылап көрісті дейді. Деректерге жүгінсек, халқымыз бұрын армысыз, армысың деп амандасып келіпті. Бұл арадағы ар сөзі тілімізде ар ұят деген мағына беретінін ескерсек, байырғы қазақтардың армысыз, армысың деп амандасуының арғы жағында арың таза ма, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың ба деген сұрақ тұр. Ал тәңір сөзіне келсек, жалпы түркі ұғымында тәңір жаратушының атауы. Сосында Хакім Абай 1895 жылы 27 жасында Алматыда қайтыс болған ұлы Әбдірахманға арнап жазған өлеңінде тәуекел ғып білдірмей, күтіпсің тәңірі жарлығын деп жазады. Татьянаның хатын аударғанда да тәңір қосқан жар едің сен деп аударады. Ал әйгілі Шәкәрім қажы да шала дім мен қате пәннің сөзін ерме маған ер, міне жаның, міне тәңірің, міне дінің, міне иман деп білмей жазып отырған жоқ. Дивани лоғат әт түрік, яғни түркі тілдер сөздігі еңбегінде де тәңір есімін Алла деп аударған. Сосында қазақ үшін тәңір, жаратушы, Алла, Құдай бәрі бір ұғым болып кеткен десек қателеспейміз. Таңғы нәсіп тәңірден, иттің есі болса бөрінің тәңірі бар деген тұрақты тіркестер, тәңір берген сияқты есімдер әне соның айғағы. Ал армысыз сөзі қазақтың арыждан келе жатқан амандасу, сәлемдесу ләмі. Оны белгілі бір дәуірге, мәлім бір дінге тәуелдеуде еш қисынға сыймайды. Жалпы атыңның басы қатып, жорғасы қаппа дегендей соңғы кездері кейбір дін өкілдері мәзғапқа бөлініп, анау уахабист, мынау салапит, ол тәңіршіл деп елді алатайдай бүлдіргенімен қоймай, енді қазақтың тіліне де әңгіме айта бастады. Өткенде әлеуметтік желіде
ұстаз атанған бір азамат, ана баланы дүниеге әкеліп тәрбие берген әйел, ал шеше бала тууды біледі, баласын тастап кеткен, қарамаған, балаға еңбегі сіңбеген әйел деген уағыз айтып, айды аспанға шығарса, арыстан ұстаз дейтін уағызшы арақ ішетін баланы тәрбиелеген адамды шеше деп айтады деп шешенсіді. Олардың уәжіне сенсек, енді шешесін көріп қызын ал, шеше көрген томбішер, әке көрген оғжанар деп баласын тәрбиелеген қазақтың енді баласына шеше неше кесе сынды кеше деген жаңылтпашты үйретуінің өзі қиынға соғатын түрі бар. Қазақ тілінде шеше ана атаулары ұдайы бір ұғымда қолданылады. Ол ертеден келе жатқан көне түркі сөздері. Екеуі де тар құрсағы кеңіп, тас емшегі жібіп дүниеге ұрпақ әкелген әйел затын меңзейді. Сөз қадірін өз қадірім деп білген қазақ әке шеше, ата ана сөздерін ұдайы қатар қолданып келеді. Атың ауыр жүк артпа, анаң ауыр сөз айтпа, әкесіз жетім құр жетім, шешесіз жетім тұл жетім деген мақал мәтелдер әне соның айғағы. Жасы үлкен кісілерді ақшыл-ауышты ана, шешей деп атауда тілімізде бар дәстүр. Ал жоғарыдағы ұстаз болса, оны ескермейді де, Құнанбайдан текті Абай туды, зер-анамыз өте тақуа болған, сондай адамды ана дейді деп, Абайдың анасы Ұлжан екенінде білмей отырып, Абайдың әжесін анасы деп соғады. Керек десеңіз, қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтың өзі Абай романында жай басып, ауыр тыныс алып, демігіп келе жатқан Абайдың шешесі деп қолданғанында ескермейді. Жалпы баласын ұят болады, жаман болады, обал болады деп үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген қазақ исламның барлық құндылығында осы үш ұғымға сыйғызып жіберген. Бұл үш ауыз сөздің астарында түсінген адамға бірнеше томға жүк болатын үлкен философиялық пайым жатыр. Молдалар жиі айтатын тазалық, адалдық, жан баласына қиянат жасамау, ұят, намыс деген ұғымдарда осы үш сөйлем сөзге сыйып тұр. Демек, қазақтың дәстүрлі көзқарасы, дүниелік танымы қазіргі молдалардың күні-түні қақсап айтып жүрген уағызынан бұрын қалыптасқан. Бірақ соны біздің дін өкілдері дұрыс пайдалана алмайды. Аузын ашса күнәдан бастап сахабалардан ситат алып, Мерседес көлігін діндарлар жасаған екен деген сияқты күлкілі уағыздармен діннің де өздерінің де қатырын кетіріп жүргені жасырын емес. Ол аздай атамның шоты аса тиеді демекші енді тілімізге ауыз сала бастады. Осыдан біраз жыл бұрын Алла деген сөз жоқ деп қазақтың тілінің үндестік заңын белден басып, Аллах деп айтасыңдар деп жұртты шатастырғандар да болды. Соңында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пәтуа шығарып, бұл жағдайды әзер тоқтатқаны бар. Өткенде әлеуметтік желіні ашсам, тағы бір дін уағызшысы Құран аяттарын сөзсіз арабшасын үйреніп барып жаттау керек. Арабша сөзді қазақша жазып алып жаттау бұл дұрыс емес деп соғып жатыр. Бұл қайдан шыққан пәтуа сонда? Құдайға арабтан басқа ұлттың тілі қадірсіз болса, құдіреті күшті жаратушы неге ұлттарды жаратып, әр түрлі тілдерде сөйлетіп қойды? Біз кешеге дейін ақ қойдың келдесі, қара қойдың келдесі, мен Құдайдың пендесі, Мұхаммед Құдай досы, бар білетінім осы деп, бір Құдайға ниет бұрған халықтың ұрпағы едік қой. Енді неге біздің ұлтымыз, киіміміз, тіліміз, дәстүріміз түгелдей дінге томпақ бола қалды? Демек, атам қазақ өлтіретін молда бар, өртейтұғын кітап бар дегенде, буынсыз жерден пышақ салып, қисынсыз шариғат айтатын жоғарыдағыдай молдаларды меңзесе керек. Жалпы, дін мен дәстүр мәселесіне аса абай болған жөн. Дін діңгек болса, дәстүр мен тіл ұлттың ұлы қасиеті. Есіміз шығып, араб еліктеп, есімімізге дейін арабша қойып, ұлттық белгі бөгін айымызды әлсіреткеннен біздің ұтарымыз шамалы. Онымен бірден жәннатқа кіріп кетпейтініміз де анық. Одан тақуалығымыз артып, діни сеніміміз де күшейе қоймайды. Өйткені дін тілге, формаға емес, ниетке байланған.
Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.